Өз кінәмді білгендіктен үндемеймін. Сіздерге сырымды айтып мұңымды бөлсейін. Айлас әйел мұңдас дегендей, менің де ішімдегі алай-дүлейді түсінетін адам бар шығар деп үміт артып отырмын. Күйеуіммен отбасын құрғаныма 12 жылдан асып қалды. 12 жылда біз 5 баланың ата-анасы атанып үлгердік. Бақытты отбасы боламыз деп барынша тырысып, отбасымыздың тыныштығы үшін жанымды салдым. Бірақ күйеуімнің тарапынан мұндай ниетті байқамаған сияқтымын. Олай дейтінім, күйеуім алғашқы перзентіміз туылғанша ешқандай сыр білдірмей түп-түзу боп-ақ жүретін еді. Кейінгі перзенттеріміз туылған кезде сылтауы сыртта жүруі көбейді. Қайда жүргенін сұрасам, достарыммен бірге жүрдім, әңгіме дүкен құрдық дейтін болды. Достары бойдақ емес, барлығы да үйлі баранды болып кеткен. Олардың да шиеттей бала-шағасы бар. 2 күннің бірінде жолға бермейтін шығар деп қоямын. Бірақ күйеуімнің соңына түсіп, тергеп тексерген жоқпын. Балаларыммен әуре болып, басқа жаққа мойын бұрып, немесе күйеуімнің жүріс-тұрысын аңдуға менде мүмкіндік болған жоқ. Бірақ осы соңғы күндері балаларымыз біршама есейіп қалған уақытта оның осы бір қылығы қатты жаныма батты. Жолдасымның жеке телефонын мен осы уақытқа дейін ұстамаған екенмін. 1 минутқа да бір жерге тастап кетпеген. Үнемі қалтасына салып жүреді. Сонда да мен ешқандай күдік болмаған екен. Күдік болса да анамның және жанашыр әпкелерімнің ақылымен ешқашан күйеуімнің рұқсатынсыз оның телефонын қарамағанмын. Сол күні қызығушылығым жеңіп кетті де, телефонын ақтарып қарадым. Ол телефонын құлыптап ұстайтын. 1-2 рет құпия сөзін көріп қойғанмын. Сол есіме түсіп күйеуімнің телефонын қарадым. Менің көзіме бірден түскені Жәмила деп сақталған есім еді. Ең көп қоңырау мен жазба хаттар осы әйелге байланысты. Жолдасым үйде болмаған күндері немесе үйге кеш келген кездері осы әйелдің жанында болады екен. Біреу үстімнен ыстық су құйып жібергендей өте жаман халде болдым. Көз жасым еркімнен тыс шелектеп төгіліп жатқандай. Бірақ күйеуіме бірден бұл жайлы айта алмадым. Ол туралы сырдың барлығын білетінімді білмегенін қаладым. Ары қарай не істейді екен? Мен білмесем осылай жалғастыра берер ме екен? Соңын бағайын деп шештім. Солай таңертең түк болмағандай көз жасымды сүртіп, күйеуіме күлімсіреп таңғы шайын бердім. Ол да ештеме сезбеді. Осылай үндемей бір жұмадай жүрдім. Жүрегімнің ауырғанын айта алмаймын енді. Сосын бұлай жүре бергенім жарамас. Одан да күйеуіммен ашық сөйлесейін деп ойладым. Ұрыс-керіс, айқай-сушыс осы мәселені шешіп алғаным жөн деп оймен әңгімені бастадым. Мен сенің Жәмила деген әйелмен сөйлесіп жүргеніңді білемін. Үйге келмеген күндерінде де, кешіккен сәттерінде де сол әйелдің жанында болатыныңды да білемін дедім. Күйеуім менен мұндайды күтпесе керек. Көзі шарасынан шығып, бірдеңені бүлдіріп алып, анасының алдында жаза күтіп тұрған баладай шарасыз қарады. Телефоныңнан екеуіңнің жазысқан хаттарыңды оқыдым. Сенімен ұрысайын, отбасымды бұзайын деген ойым жоқ. Тек қана қалай болды ол әйел сені несімен баурап алды? Мені қойшы, 5 балаңды ұмытып, сол әйелге басыңмен кетіп қалатындай қандай сиқыры бар екенін білгім келеді дедім жайбарақат. Бұл сөздерді салқынқандылықпен айтып отырғаныммен, ішімнің қалай өртеніп жатқанын өзімнен басқа ешкім білмейді. Күйеуімнің басқа жасыратын амалы қалмады. Сондықтан ол менен кешірім сұрап, сенің көзіңе тік қарай алмай жүрмін. Ақыры білген екенсің, айтып берейін деді. Күйеуімнің тұрақты жұмысы жоқ болғандықтан өзінің жекеменшік көлігі арқылы қала ішінде такси қызметін атқарады. Сол такси қызметінде жүріп тапқаны екен. Тағдыр екен, солай болып қалды. Өзің де білесің, саған үйленгенде махаббат болды арамызда. 5 баламыз бар, Аллаға шүкір. Бірақ мен сендерден бас тартпаймын. Алайда өзімнің жан дүниемнің қалауынан да бас тарта алмаймын. Мен жұмысқа кеткен кезде тапсырыс түсті. Айтылған жерге барсам 2 қыз екен такси шақыртқан. Соның бірі осы Жәмила. Көлігіме отырғаннан бастап жарқылдап жан-жағына нұр шашып отырды. Ол қызға мен сүйсініп қарағаным болмаса, танысып сөйлесіп кеткен жоқпыз. Мен оларды тиісті мекенжайға жеткізіп салдым да кері қайтып кеттім. Бірақ көлігімде оның сөмкесі қалып қойған екен. Сол сөмкенің арқасында біз қайта жолығуға мәжбүр болдық. Оның сөмкесін үйіне апарып бердім. Әрине ақысын төледі ғой. Одан кейін сол қыз ойымнан шықпай қойды. Телефон нөмірі менде сақталып қалған ғой.
Сол нөмірге бір емес бірнеше рет жағдайын сұрап хат жаздым. Ол хаттарыма жауап жазбайтынын білсем де, алған бетімнен қайта қоймадым. Содан бір күні ол жауап қатты. Жақсы сөйлесіп кеттік, әңгімеміз жарасты. Кейін жолыға бастадық. Оның өмірге деген құштарлығы, ұсақ-түйек заттарға да жас баладай шынайы қуана білуі мені өзіне баурады. Ал оны қуанту үшін мен тапқанымның бір бөлшегін, оның қуанған жүзін көру үшін шығындай бастадым. Өзім басқара алмадым. Оның шын қуанғанын көргенде өзімді дәрменсіз сезінемін. Қайта-қайта сол жасандылықсыз күлкіні көру үшін асығып тұрамын деді. Менің көңіліме келіп қалар-ау деп ойланған жоқ. Өз оқиғасын баяндап отырғанда жүзінен ешқандай өкінішті де байқамадым. Керісінше күлімдеп ерекше ықыласпен әңгімелеп отыр. Мен ары қарай тыңдай алмадым. Бөлмеден шығып кеттім. Жүрегім езіліп бара жатса да, мен ештеңе дей алмадым. Өйткені күйеуім менің өткенімді біле тұра маған үйленген болатын. Тұрмысқа шығардан бұрын мен бір жігітпен жүріп аяғым ауырлап қалған. Жігітіме осы хабарды жеткізгенімде ол басын алып қашты. Баласын мойындамады. Жылап еңіреп не істерімді білмей құрсағымдағы баламды алдырып тастадым. Жүрегім қатты ауырды. Өзімді өзім кешіре алмай көп жыладым. Сол жылап жүрген кезімде күйеуім жолығып қайғымды сейілткен болатын. Кейін екеуміз үйлендік. 5 балалы болдық. Жастықпен қате қадам жасадым. Күйеуім осы күнге дейін сол қателігімді бетіме басқан емес. Сондықтан мен өзім де кінәсіз емеспін ғой деп күйеуімнің бұл жүрісіне көз жұма қарауға тырысып жатырмын. Бірақ ортамыздағы 5 баланы ойласам, қандай шешім қабылдағаным жөн екенін білмей басым ауырады.